Bugün 26 қараша 2021 жыл. Мына Түркістан облысының орталығы Түркістан қаласы мынау. Мына жерде түнімен пьянка болды міне. Мына полицейлердің сопровождениесімен. Ассалаумағалейкум. Не болып жатыр бұл жерде? Жоқ, бұл жерде түнімен банкет болды да, мас болды. Мына жерде қырғын төбелес. Не үшін бұл лауазымды адамдар гаидің сопровождениесімен жүр бұл жерде? Жоқ, гаидің сопровождениесімен не үшін арақ ішіп жүр деймін лауазымды адамдар? Жоқ, не қылып тұрсыздар енді? Не қылып тұрсыздар? Кім қойып қойды? Олар арақ ішеді, сіздер күзетіп тұрасыздар ма не? Ұят бар ма? Қандай ұят? Жоқ, Құдайға құлшылық қылайық та, бұлар арақ ішеді түнімен. Мына жерде қаншама жанжал болды түнде. Не қылып тұрсыздар енді? Үшін қойды. Не үшін қойды? Бұлар арақ ішеді, сіздер күзетіп тұрасыздар, Кімдер? Кім ол? Мынау лауазымды адамдар. Мына Нұрсұлтан қаласынан келген, Қызылордадан келген, бүкіл Түркістан облысынан. Сіздер тұрсыздар ғой енді, азамат бастық. Сіздер тұрсыздар ғой содан. Елдің күзетін, қауіпсіздігін сақтамайсыздар ма? Осылардың сонда ресторанға кіріп тамақ ішеді. Қазір мына Рикс қаласында жатыр, сағат 9 болды қазір. Бұлар анау қаншама машина тұр. Жұмыс істемейміз бе? Базеке. Бұндай заңсыз бұйрыққа неге бағынасыздар сіздер? Қойып қойғанбызды. Қойып қойған тұрасыздар, қойып қойса, сонда дипломатсыздар ма, қай жерде қойып сүйріп тұратын? Азамат бастық. Көр барамыз бәрімізде. 4 жұлдызды ма? Осы жерде түнде банкет болып, енді мен арақ күйіп берген жоқпын. Бірақ есіктің алдындағы шум, жанжал. Тұрыстары мынау. Сағат 9 болды қазір. Бұлар әлі қонақ үйден шығып қалғанда. 513 дейді. Бұлар күзетіп тұр, еште гаимен сопровождать етіп банкетте жүрген. Ассалаумағалейкум. Сағат 9 болды, бастығыңыз әлі демалып жатыр ма? Кімді кіріп отырсыз? Мемлекеттің көлігін басқа біреуге пайдалануға болмайтынын білесіз ба? Президенттің өзі айтқан Қасым-Жомарт Кемелұлы. Мен блогермін. Не үшін қызметті басқа біреуді күтіп тұрсыз? Сұраққа бола ма? Кетсеңізші. Барсын таксимен. Шат айырылып кетпейді, хорошо? Тағы біреу келді. Мынау кешегі ана гаимен сопровождать етіп жүрген адамдар мынау. Мына Қызылордадан келген мынау. Тонировкаңызды алмайсыз ба? Аламыз. Қазір аңызшы. Жоқ, қазір аңыз. Арғы бетші. Сағат 9 болды, бастығыңыз қай кезде барады жұмысқа? Қызылорданың әкімінің машинасы мынау. Гүлшара ханым. Базеке, сіз жүргізушісіз ғой? Президент ашықтық деп жатыр. Даже стеклянный кабинет болса әкімдерге деп. Ол Қызылорданың әкіміне жатпай ма? Оқтың лауазым бөлек па? Мемлекеттің мүлкі ашуланбаңыз. Мемлекеттің мүлкі ашуланбаңыз. Гүлшара кетсе, келесі әкім білет бұны, дұрыс па? Ашуланбаңыз. Саулығыңыз тілеймін. Неғып жүрсіздер бұл жерде? Неғып жүрсіздер? Жоқ, бұл жерде түнімен банкет болды да. Түнімен банкет болды. Жоқ, гаи сопровождениемен жүр. Не үшін жүр? Гаидің сопровождениесімен банкетке келіп жүр бұлар. Басшыларға айтасыз, бізге. Мына, тағы көрсетіп қояйық.